2024 жылдың маусымы Қазақстан автонарығы үшін жемісті кезең болды. Бұл айда 16.688 жаңа жеңіл көлік пен коммерциялық техника сатылды. Жарты жылдық қорытынды бойынша 83.220 көлік иесін тапты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда тек 0,1%-ға төмен. Елге сұр көліктердің бақылаусыз импорты көбейіп келеді. Бұл экономикалық және қауіпсіздік мәселелерін туғызуы мүмкін. Нарықтағы жетекші брендтер арасында Hyundai, Toyota, Kia, Chevrolet және қытайлық маркалар бар. Hyundai осы айда 3522 көлік сатып отырып, нарықтың көшбасшысы ретінде тұр. Kia мен Chevrolet сәйкесінше екінші және үшінші орындарды иеленіп, жоғары сұранысқа ие болып отыр. Қытайлық брендтерде өз позицияларын нығайтуда. Бұл нарықтағы бәсекелестіктің күшейгенін көрсетеді. Сонымен қатар ресми дилерлердің айтуынша бақылаусыз импортталған көліктердің сапасы мен қауіпсіздігі мәселелері бар. Бұл көліктердің техникалық жағдайы нашар болуы мүмкін. Бұл жол көлік оқиғаларының санын арттырады және жолаушылардың қауіпсіздігіне қауіп төндіреді. Автокөлік сатылымдарының артуы Қазақстан экономикасына оң әсерін тигізеді. Жаңа көліктердің санының өсуі салық түсімдерін арттырады, жұмыс орындарының санын көбейтеді және өндіріс секторын дамытады. Сонымен қатар көлік иелері үшін де тиімді ұсыныстар мен жеңілдіктер жасалып отыр. Бұл автонарықтың тұрақты өсуіне ықпал етеді.